намаздағы ойлармен күресу үлкен нәрсе. Намазға бір арнайы шайтан келіп намазды бұзады деп айтады. Оған арнайы оқылатын дұғалар да бар. Дегенменен имам Абу Ханифа оған керемет шешім айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген бір сондай бір нәрселерді қолдана отыра бір кісі келіп сұрайды имам Абу Ханифадан: мен намаздарымда көп ой бөлініп кете береді, қатты қысылып қаламын ойлана бергеннен, сол намаздарым қандай болып жатыр дегенде, имам Абу Ханифа айтады: сіздің намазыңыз иншалла қабыл болып жатыр дейді. Неге десе, өйткені намаз қабыл болып жатқаны, Аллахтың сондай бір мейірімі түсіп жатқанынан шайтан көтере алмайды. Сол үшін ана кісінің келіп жатқан бір жақсылығын бұзу үшін шайтан қарсылық жасап жатыр дейді. Сол үшін егер сіздің басыңызға ойлар келетін болса, сіздің намазыңыз қабыл болып жатыр деп айтқан екен. Ол жерде бір үлкен екі даналық білеміз. Біріншіден, бұл сөзді естіп алған адам ықыласы өте қатты болып, ана ойлар кетіп қалады бұдан кейін. Өйткені ол кісінің даналығы өте көп. Бір күні бір кісі имамға келіп айтады: мен бір ақшамды жоғалтып алдым, бір жерге жасырып едім, соны таба алмай отырмын деген кезінде, ол кісі айтады: жарайды, мен сізге тауып берейін, түнімен намаз оқыңыз дейді да. Сіз ойлаңыз, түнімен намаз оқыңыз, бірақ дұға жасаңыз, Аллахым тауып бер деп айтқан жоқ та, түнімен намаз оқыңыз деді, болды. Ол кісінің даналығын қараңыз енді, көрегендігін. Сонда енді ол түнгі намаз не, анау жасырып қойған, ұмытып кеткен ақшасы не, сонымен адам ертеңіне қуанып келеді: ақшамды тауып алдым дейді. Не болды деген кезде, осы түнде намаз оқып тұрған кезде есіме келді дейді да. Сіз соны білген бетіңіз дегенде, имам айтады: расында да анау шайтан адамның сонша құлшылыққа, ғибадатқа келгенін көре алмайды. Сол үшін ана дүниесін еске түсіре береді. Жаңағыдегі ана жер, мына бұрын алғаның, бергенің деген есіне түсіреді. Сол намаз оқып тұрған кезде ана намазын бұзу үшін бейшара шайтан жаңағыдегі жасырып қойған ақшасын да есіне түсірген ғой, содан ана бейшара ақшасын тауып алды дейді. Сондықтан мұсылманның өмірінің зерттеуі жаңағыдегі соншалықты ол кісіде кең болғандығы осы тақуалыққа, жаңағыдегі намаздағы ойдың бөлінбеуіне қатты әсер ететін осындай бір әдемі сөздері бар.